Мен Жунусбекова Гүлбаршын Жексенбаевна, Алматы облысы Жамбыл ауданы Айгөлек бөбекжайының басшысымын. Айгөлек бөбекжайы 2013 жылы өз есігін 280 балаға айқара ашты. Бүгінгі таңда Айгөлек бөбекжайы өңірдегі мектепке дейінгі ұйымдардың заманауи білім беру кеңістігінің бірі болып табылады. Бөбекжайдың басты мақсаты балалардың қауіпсіз, дамытушы және экологиялық санасы қалыптасқан білім беру ортасында жан-жақты дамуына жағдай жасау. 2023 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің озық педагогикалық тәжірибені тарату және енгізу үшін мектепке дейінгі ұйымдардың құзыреттілік орталықтарын құру туралы 192 бұйрығымен Айгөлек бөбекжайы мектепке дейінгі білім беру саласындағы өңірдің құзыреттілік орталығы ретінде жұмысын жүргізуде. Орталық педагогтердің кәсіби дамуына қолдау көрсетіп, инновациялық тәжірибелерді енгізуге және таратуға бағытталған. Құзыреттілік орталықта тәжірибелі әрі шығармашылық мамандар жұмыс атқарады. Педагогтер білім беру процесінде заманауи әдіс-тәсілдерді, цифрлық ресурстарды, ойын технологиялары мен зерттеушілік әрекеттерді тиімді қолдана отырып, балалардың танымдық, шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізеді. Құзыреттілік орталығының негізгі бағыттарының бірі Жасыл балабақша жобасы. Бұл жоба балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, табиғатқа жанашырлықпен қарауға және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Жобаның басты ерекшелігі балабақшаның кеңістігін экологиялық білім беру ортасы ретінде құру. Осы мақсатта бөбекжайымызда гидропоника жүйесі, флорариум, шағын экобак, қалдық заттарды сұрыптау, қайта өңдеу, метеостанция орталықтары және құстар алаңы ұйымдастырылып, осы орталықтарда балалар табиғат құбылыстарын бақылауға, зерттеуге және тәжірибе жүргізуге мүмкіндік алды. Бұл орталықтар балалардың экологиялық сауаттылығын арттырумен қатар, олардың зерттеушілік дағдыларын, еңбек мәдениетін және шығармашылық әлеуетін дамытуға ықпал етті. Ашып айтатын болсақ, гидропоникалық жүйені енгізу балалар үшін нағыз ғылыми зерттеу алаңына айналды. Гидропоника орталығы балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, ғылым мен техникаға қызығушылығын арттыруға және шығармашылық ойлауын дамытуға бағытталады. Бұл орталықта балалар өсімдіктерді топырақсыз өсірудің заманауи әдісімен танысады. Бұл тәжірибелік бағыт STEM білім беру бағытына негізделеді. Флорариум орталығында балалар шыны ыдыстарға декоративті өсімдіктерді отырғызып, «Менің гүлді әлемім» атты шағын экологиялық жобаларды жүзеге асырады. Жоба барысында бүлдіршіндер кактус пен суккуленттерді күтіп-баптап, композициялық шешімдерді іздеп, көрмелер ұйымдастырады. Бұл жұмыс олардың табиғатқа ұқыпты қарау дағдысын қалыптастыра ғана қоймай, шыдамдылық, жауапкершілік, эстетикалық талғамын қалыптастырады. Балабақшадағы қалдық заттарды сұрыптау орталығы балаларға қоқысты дұрыс бөлуге, табиғатты қорғауға және қоршаған ортаны таза ұстауға үйрететін арнайы орын болып табылады. Балалардың экологиялық санасын дамытып, жауапкершілік пен тазалыққа тәрбиелейді. Бұл орталықта балалар қалдық заттарды сұрыптаумен қатар, сол заттарға екінші өмір сыйлап үйренеді. Қазіргі балалардың цифрлық әлемге деген қызығушылығын тиімді пайдалану мақсатында экологиялық білімді цифрлық ортада жеткізу тәсілі қолданылады. Интерактивті тақтада EcoKids, EcoBot секілді танымдық платформалар арқылы балаларға табиғаттың тылсым құпиялары түсіндіріледі. Мысалы, «Сен эко-батырсың» атты ойын арқылы балалар қоқысты дұрыс сұрыптап, табиғатты қорғау жолдарын ойын сюжетінде орындайды. Балаларды табиғат құбылыстарымен таныстыру және ауа райын бақылау арқылы олардың танымдық қызығушылығын дамыту мақсатында бөбекжайда көкжиек шағын метеостанция алаңы ашылды. Метеостанцияда балалар әртүрлі құралдармен танысады. Мысалы, термометр арқылы ауа райы температурасын өлшейді, жел бағары арқылы желдің бағытын байқайды, ал жаңбыр өлшегіш жаңбырдың мөлшерін анықтауға көмектеседі. Осындай құралдарды қолдану арқылы балалар қарапайым зерттеу жұмыстарын жасап үйренеді. Алаңда балалар күн сайын бақылау жүргізу арқылы табиғаттың өзгеріп отыратынын түсінеді. Бұл балалардың зейінін, есте сақтау қабілетін және байқағыштығын дамытады, табиғатқа деген сүйіспеншілігін және жауапкершілік сезімін қалыптастырады.
Экологиялық тәрбиенің тағы бір маңызды бағыты құстарға қамқорлық жасау. Бөбекжай аумағында арнайы құстар алаңы ұйымдастырылып, балалар құстарды бақылап, оларға жем шашып, табиғатқа қамқорлық жасаудың маңызын тәжірибе арқылы түсінеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Айгөлек бөбекжайының әдіскері Исабаева Асима Абдикалиевна. Құзыреттілік орталығы жұмысының тиімділігі жүйелі мониторинг пен білім динамикасы арқылы бағаланып отырады. Педагогтер балалардың танымдық белсенділігі, зерттеушілік дағдылары және экологиялық мәдениетінің қалыптасу деңгейін тұрақты бақылап, талдау жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар, ата-аналармен серіктестік жұмысы да ерекше назарда. Ата-аналар экологиялық жобаларға, шебер сыныптарға, тәжірибелік жұмыстарға белсенді қатысып, балабақша мен отбасы арасында ынтымақтастық нығая түсуде. Жасыл балабақша жобасын іске асыру барысында бөбекжай педагогтері жинақталған тәжірибелерін түрлі семинарлар, шебер сыныптар және тәжірибе алмасу алаңдарында таныстырып, өздерінің инновациялық педагогикалық идеяларымен бөлісіп келеді. Атап айтқанда, аудан көлеміндегі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің мамандарымен табиғатпен үйлесім мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие берудің жаңа көкжиектері атты форум практикум ұйымдастырылып, мектепке дейінгі ұйымның 40 педагогтері қамтылды. Бөбекжай басшысы Жүнісбекова Гүлбаршын Жексенбаевна Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде мектепке дейінгі заманауи білім беру, тәжірибелер мен перспективалар атты халықаралық ғылыми форумда СТУ университетінде өткен мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектептің өзара әрекеттестігі, озық тәжірибелер мен инновациялық тәсілдер тақырыбындағы халықаралық дөңгелек үстелде жасыл балабақша мектепке дейінгі білім берудегі жаңа тенденция тақырыбында іс тәжірибесімен бөлісті. Бұл жұмыстар мектепке дейінгі білім беру ұйымдары арасында тәжірибе таратуға және экологиялық білім беру бағытындағы тиімді педагогикалық тәжірибелерді кеңінен енгізуге мүмкіндік беруде. Жоба аясында педагогтар экологиялық тәрбие мен зерттеушілік әрекеттерді білім беру процесіне енгізуге бағытталған бірқатар авторлық бағдарламалар мен әдістемелік ұсынымдар әзірлеп, оларды тәжірибеге енгізді. Жүнісбекова Гүлбаршын Жексенбаевна гидропоника әлемі, Исабаева Асима Абдикалиевна мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру бойынша Эколайф авторлық бағдарламалары облыстық әдістемелік кеңес отырысында бекітілсе, Тоянова Жансұлу Карамановнаның мектепке дейінгі ұйымда серуенді ұйымдастыру әдістемелік ұсынымы аудандық әдістемелік кеңес отырысында қаралып бекітілді. Қорыта айтқанда, Айгөлек бөбекжайында жүзеге асырылып жатқан жасыл балабақша жобасы балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған тиімді бастама болып табылады. Гидропоника, флорариум, метеостанция, экобақ және қалдықтарды сұрыптау орталықтары арқылы балалар табиғатты бақылап, зерттеп, оған қамқорлық жасауды үйренуде. Сонымен қатар, педагогтер өз тәжірибелерін түрлі семинарлар мен ғылыми алаңдарда бөлісіп, мектепке дейінгі білім беру саласында инновациялық тәжірибелерді таратуда.